Ассалаумағалейкум бауырлар. Бір тал бадьян термосқа саламыз. 3 тал гвоздика термосқа саламыз. Мандариннің қабығы кішкене шым-шым. Содан кейін бір үлкен қасықпен бір қасық имбирь саламыз. Сосын қабығымен, семеналарымен, шемішкелермен де қабығымен лимон. Тоже үлкен қасықпен бір қасық. Осыны салып, сосын өзіміздің өте сүйікті тағамымыз куркумадан толтырып бір қасық. Вот болды. Мынау 1-3 литр су құямыз, термостың көлемі. Осыны күні кешке дейін ішіп жүру қазір абзал. Осы қысты күні именно өздеріңіз ғана емес, балаларға да беріп, үйретіп, Аллаға шүкір, осының арқасында балаларым әлі де бір рет ауырған жоқ. Аллаға шүкір, жылда олай емес болатын. Осыларды істеп жүрсеңіз, қыстай жаңа иммунитеттерін көтереді, воспаление пәлелерді көзін жояды. Сосын жаңа паразиттер, организмде неше түрлі паразиттерді құртады. Біздің үйде мысық бар, балалар мысықпен ойнайды, әрі ол мысықты қанша шомылдырып жуғанымен бәрібір паразит ода пайда болады. Сол үшін үнемі осылай істеп жүрген өте жақсы болады. Осылай біздің витаминный, защитный неше түрлі ауру сырқаттардан сақтайтын чай деп айтсақ болады. Неше түрлі вирус, жаңағы инфекция, сосын жаңағы суық тию, простудный заболеваниялардың бәрінен сақтап, Алла қаласа, көктемге дейін осылай ішіп жүргеніміз дұрыс. Күнделікті чайдың орны чай ретінде пайдаланып тұруға болады. Сүтті шай, жаңағы көк чай, қара чай қаншалықты зиян екенін мен айтып кеткенмін. Ол бірден зияндығын тигізбейді, бірақ бірте-бірте өмір бойы жиналып, жаңа адамның неше түрлі буын аурулары, сүйек аурулары, шығылыс ауруларына алып келетінін ұмытпайық. Сол үшін бізге осындай емдік шайларды ішіп пайдаланып жүргеніміз өте абзал болады. Ассалаумағалейкум.